Өсім беретін акция таңдаудың негізгі 8 қадамы. Қазір таңда елдің бәрі инвестициямен айналыс, акциялар сатып ал, swing трейдингпен айналыс деп айтып жатыр, бірақ ешкім акцияны қалай дұрыс таңдау керегін түсіндіріп жатқан жоқ. Айналаңның бәрі акционер бол дейді, бірақ акцияны қалай дұрыс таңдау керек. Ең негізгі 8 қадамды мен бүгін сіздерге айтып беретін боламын. Кеттік. Мен Дана Кубентаева, қор нарығы бойынша 4 жылдық тәжірибесі бар экспертпін және Қазақстандағы ең алғашқы инвесторлардың академиясы Табыс Тайм Инвест Академияның негізін қалаушысымын. Ал ендеше кеттік. Жалпы көп адамдар ойлайды, белгілі бір компанияның акциясын сатып алсам, ертең таңертең тұрған кезде миллионер болсам. Бірақ үлкен бір дүниені түсіну керек. Сіздер компанияның акциясын сатып алу арқылы байымайсыздар. Сіздер әлем бойынша ақша қайда кетіп жатқандығын түсіну арқылы, сол ақшаны айналдырып жатқан компанияның акциясын сатып алу арқылы байи аласыздар. Жалпы біраз жылдар бұрын интернет әлемге келді. Сол кезде бүкіл әлемдік экономиканы жаңа деңгейге шығарды. Ал қазір жасанды интеллект келді. Жасанды интеллект тура кезінде интернет адамдардың өмірін қалай өзгертсе, тура солай жасанды интеллект та қазір таңда әлемнің өмірін басқа деңгейге өсіріп жатыр. Қазір мысалы Microsoft, Amazon, Nvidia сияқты үлкен ірі компанияларды әлемнің бұрыш-бұрышынан кез келген адамның аузынан естіп жүрген боларсыздар. Бірақ бұл компанияның акциясын сатып алдым, болды мен байыдым деген дүние емес. Ең бірінші жасалыну керек қадам ол ақша қайда кетіп жатыр, әлемдік тренд қайда бағытталып жатыр. Жалпы әлемде ақша ешқашан жоқ болып кетпейді. Елдің бәрі айтады, ойбай кризис болды, девальвация болды, инфляция болды деген сияқты дүниелерді айтып жатады, бірақ ақша ешқашан ешқайдан кетпейді. Жай ғана ақша бір жақтан екінші жаққа ауысып отырады. Және инвестициядағы ең бірінші қағида ақша ағымы қайда кетіп жатқандығын толықтай түсіну. Мысалы, қазіргі таңда ең үлкен ақша айналымы жүріп жатқан сала ол жасанды интеллект. Дұрыс акция таңдаудағы ең бірінші түсіну керек дүние ақша ағымы қайда кетіп бара жатыр, қайдан келе жатыр. Мысалы, біраз жылдар бұрын әлемге интернет деген ұғым келді. Интернет бүкіл экономиканы, бүкіл әлемдік экономиканы жаңа деңгейге шығарды. Тура солай қаншама жылдан кейін біздің нарыққа жасанды интеллект келіп жатыр. Жай ғана біздің Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша әлемдік барлық дамыған елдердің экономикасы жасанды интеллекттің арқасында жаңа деңгейге шығып жатыр. Ал жасанды интеллектпен айналысатын ірі компаниялар әлемдегі триллионер, миллионер компанияларға айналып жатыр. Жалпы акция таңдаудағы ең бірінші және ең маңызды дүние үлкен ақша қай жерге ауысып жатқандығын толықтай түсіну. Мысалы, ақша өздігінен ешқайда кетпейді және жоқ болып та кетпейді. Ақша бір саладан екінші салаға ауысып отырады. Және инвестицияда дұрыс компания таңдау үшін сен ең бірінші дұрыс саланы таңдай білуің керек. Яғни акциялар өздігінен қымбаттамайды. Компания өзінің акциясын қымбаттатпайды. Не себепті акцияның бағасы қымбаттайды? Себебі сол салаға келіп жатқан үлкен ірі қомақты қаражаттың арқасында. Мысалы, қазір таңда Microsoft, Nvidia, Netflix сияқты үлкен ірі компаниялар әлемдегі миллионер, триллионер компанияларға айналып жатыр. Оның себебі неде? Олар алдыңғы қатарлы чиптерді, дата серверларды, осы жасанды интеллектке қатысты дүниелердің барлығын бірінші болып шығарып, әлемнің бүкіл назарын өзіне аударып алды. Яғни акция таңдаудағы ең бірінші дүние ол қай сала дамып жатқандығын толықтай түсіну. Жалпы ақш қор нарығында біле білсеңіздер 11 сектор бар. 11 сектордың әрқайсында жүздеген мыңдаған компаниялар бар. Көп адамдар ойлайды, мен қазір белгілі бір компанияның акциясын сатып алсам, сол қымбаттап кетсе, содан ақша табамын деп. Бірақ дегенімен компания өздігінен өзінің акциясын қымбаттатпайды. Сол компания қандай секторға қатысты және сол сектор әлемдік нарықта орны бар сектор болса, сол кезде ғана оның ішіндегі компаниялар қымбаттауы мүмкін. Мысалы, егер де сіз секторды дұрыс таңдайтын болсаңыз, оның ішіндегі ең нашар деген компанияның өзі акциясы қымбаттауы мүмкін. Ал егер де секторды дұрыс таңдамайтын болсаңыз, тіпті 1000 жерден мықты деген компания болатын болса, ол сектор әлсіз болғандықтан ол компанияның акциясы қымбаттамауы мүмкін. Яғни акция таңдаудағы ең негізгі екінші қадам ол дұрыс секторды анықтай алу. Мысалы, қазір таңда 11 сектордың барлығы бірдей тиімді емес. Осының ішінде 4 негізгі сектор бар. Егер сіздер дәл қазір инвестициямен айналысуды ойлап жүрсеңіз, не болмаса айналысып жүрсіз, бірақ өзіңіз ойлағандай нәтижеге
жете алмай жүрген болсаңыз, осы 4 секторға назар аударғандарыңыз дұрыс болады. Ең біріншісі ол технологиялық сектор, екіншісі финанс, financial сектор, healthcare, здравоохранение және энергетика. Осы 11 сектордың ішіндегі қазір бүкіл әлемнің назарын аударып отырған ең негізгі 4 сектор бар. Яғни инвестициямен айналысып, дұрыс акция таңдаймын десеңіздер, ең бірінші қай салада ақшаның көп екендігін түсіну, екінші 11 сектордың қайсында ақша айналымы тез жүріп жатқандығын түсіну, және сол сектордың ішіндегі ең мықты 5 көшбасшыны таңдап алу. Мысалы, технологиялық секторды қарастыратын болсаңыздар, оның ішіндегі 5 мықты компанияны алу. Мысалы, ол Nvidia, Apple, Tesla болуы мүмкін. 5 негізгі гигант компанияларды алып қарастыру керек. Яғни, егер де ол компаниялар нарықтың алдында, сектордың алдында дамып жатқан болатын болса, бұл секторда ақша көп деген сөз. Демек, бұл сектордың ішінен тіпті ең нашар, ең болмайды деген компанияның өзінің акциясы өсуі мүмкін. Неге? Себебі сектордың ішінде мыңдаған, жүздеген компаниялар бар, және сол компаниялардың барлығы бір сектордың ішінде болғандықтан бірін-бірі жоғары қарай тартатын болады. Ары қарай келесі жасалыну керек 4-ші қадамдарыңыз, ол осы ірі көшбасшылардың шағын және орта конкуренттерін табу. Егер де бұл сектор өте мықты болатын болса, және оның ішінде ақша көп болатын болса, ол жердегі орта және шағын компаниялар сізге как раз таки арзан бағада сатып алып, қымбаттағаннан сатуға үлкен мүмкіндік бере алады. Шағын орта компаниялар әдетте олар көзге көрінбейтін, дұрыс бағаланбаған, инвесторлардың көз алдында қатты көрінбейтін компаниялар болуы мүмкін. Бүкіл әлем айтып жатыр қазір. Nvidia, Tesla, Amazon деп бүкіл әлем айтып жатыр. Бірақ егер де сіз оны сатып алсаңыз, ол уже қымбаттап кеткен, уже жетер жеріне жетіп қойған, бүкіл әлем оған инвестиция салып қойған, ол үлкен гигант. Сіз ол жерден көп ақша таппауыңыз мүмкін. Көп адамдар айтады, менің сатып алған акцияларым именно мен сатып алсам түсіп кетеді деп. Неге? Себебі сіздер уже перегреты, уже өсіп қалған акцияларды сатып алған болуыңыз мүмкін. Сол себепті де сала, сектордың ішінен көшбасшылардан кейін сол көшбасшылардың ең негізгі бірнеше конкуренттеріне талдау жасау. Сол конкуренттерін анықтағаннан кейін барып, конкуренттердің EPS-ін, PE көрсеткішін, ROI көрсеткішін, енді қазір айтып жатқан дүниелер сіздерге бір ағылшын тілінде айтып жатқан түсініксіз дүниелер болуы мүмкін, бірақ бұлардың барлығы мультипликаторлар деп аталады. Яғни осы мультипликаторлар дұрыс таңдау арқылы сіздер сол орта және шағын компаниялардың ішінен өте тиімді компанияларды тізбектеп таба аласыздар. Егер де дәл осындай компанияларды шатастырмай, тізбектеп, оңай, жеңіл жолмен табуды үйренгіңіз келетін болса, жақында мен дәл осы мультипликатор тақырыбына тегін сабақ өткізетін боламын. Сол тегін сабаққа тіркелу үшін төмендегі мына сілтемеге өтіп, біздің сабаққа тіркеліп алыңыздар. Сол сабаққа дұрыс акцияны таңдаудың ең тиімді, ең дұрыс мультипликаторлардың тізімін тегін беретін боламын. Сол себепті төмендегі сілтемеге өтіп тіркеліп алыңыздар. Бұл сабаққа небәрі 50 адамның ғана доступы бар. Сол себепті де өз орныңызды алып үлгеріңіз. Ал енді келесі қадамға келетін болсақ, енді қараңыздар, қарапайым тілде сала, сектор, ірі гиганттардың конкуренттердің мультипликаторлары, енді мультипликаторлардан кейін бізде фундаментальный анализ керек. Жалпы фундаментальный анализ дегеніміз ол компанияның тарихы. Кез келген компанияның акциясын таңдайтын кезде бұл компания 10 жылдан кейін өмір сүре алады ма деген сұрақтың жауабы болу керек. Мысалы, менің бір шәкіртім болды, RZLV деген компания бар. Бұл жасанды интеллектпен айналысатын компаниялардың бірі. Осы компанияның акциясын сатып алу арқылы шамамен 5 миллиондай ақша тапқан болатын. Соның скринін қазір мына жерге қойып қоятын боламыз. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Жалпы кез келген компанияның акциясы ол белгілі бір катализаторға, яғни белгілі бір двигательға, белгілі бір жаңалыққа қатысты өседі. Өз алдына Apple, өз алдына Tesla, өз алдына Amazon өзімен өзі өсе алмайды. Ол компаниялардың барлығы белгілі бір катализатор, яғни двигательдің көмегі арқылы қымбаттайды, және сондай двигательдерді дұрыс анықтау арқылы менің шәкіртім дәл осындай нәтиже жасап отыр. Ал егер де сіздер дәл осындай нәтижеге жеткіңіз келетін болса, менің тегін сабағыма қатысуға ұмытпаңыздар. Және қор нарығы бойынша барлық соңғы жаңалықтарды дұрыс әрі сарапталған түрінде, жеңіл қарапайым тілде біліп отырғыңыз келетін болса, менің инстаграмыма тіркеліңіз, телеграм каналыма тіркеліңіз. Сіздермен болған мен Дана, келесі кездескенше.